Ассалаумағалейкум, ай, иісі мұсылман алашым, айналайын қазағым, аманбысыңдар, ағаларым ғой. Сонау Жетісудан мына солтүстікке бет алып, сонау Абылай ханның хан шатырын тіккен жерге көшпенді атқа қонса, оның атының аяғының шашасы болғанбайтындай тап-таза шүйгіншекті жасыл алқап Қызылжарға келіп отырмын. Керемет жер. Осы жасқа келіп отырмын. Мынау елдікке, жердің тұтастығына үлкен үлес қосып жатқан билік осы солтүстікке қазақтарды көшу туралы бағдарламаны қабылдады. Енді қаражат бөліп отыр ғой. Соны кейде айтамын, ай Қазекең-ау, анау мында келіп алып, көшіп алып, қаражатты алып алып, кейін қайта көшіп, қайтып келген қазақтар бар. Сондықтан бұл жерге бір әлсіз, бір жылаңқы, бір шағым айтатын қазақ емес, мен деген мына жерінің қасиетін білетін, жерінің қадірін білетін жігерлі жігіттер осы жаққа көшіп келсе жақсы болады. Мен енді бүтіндей оңтүстіктегі үйіңді тастап, бір жолата көшіп кел деп отырғаным жоқ. Ағайын-ау, қазақтың өзі қысы қыстау, жазы жайлау ғой. Қыстауыңды сол анау киелі Түркістанда, қыстауыңды анау Жетісуда өткіз, бірақ жайлауың Қызылжарда болсын. Сондықтан мына былтыр Қазекеңдер 1 миллионнан аса қазақ шетелде демалған екен. Сөйтіп аузымыз ашылып, шетелге тәнті болып жүргенде мына жерімізге талас басталып кетіп жүрмесін. Сондықтан айналайындар, мына шетелге барғанша оң күнге осында келіп төбе көрсетіп, жан-жақты қарап, осы Қызылжардың шаһарын көріп, Қызылжардың көлдерін жағалап, ормандарын аралап, осындай бір жерге келіп, өздеріңді көрсетіп тұрсаңдар жақсы болады. Айналайын қазағым, мен енді дәстүр ретінде бір қалыптастырайын деп отырмын. Ағаларың ретінде өтініш жасап, әр жылы шілденің 2-ші жұмасында Қызылжарға, осы біздің иісі мұсылман алашым, мына қалалық мешітке жұма намазына жиналып тұрсақ, осыны дәстүрге айналдырсақ, құба-құп нұр үстіне нұр болар еді. Айналайын, келіңдер, арнайы өздеріңді шақырам. Осы жерде анау Ақтаудан 10 шақты жұма намазына ақсақалдар келіп, Жетісудан 10 шақты албандар келіп, адайлар келіп, қандай жақсы, жан-жақтан осы жерге жылда жиналып тұрайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.